YouTube'da еш қашанда накрутка жасамаңыздар. Қазір сағаттардың санын айналдырып монетизацияға қосып берем, просмотр жинап берем, одан кейін бір-бірлерінің видеоларын топтарға жиналып алып отырып көретін адамдар көп болып кетті. Ондайды жасауды сіздерге мүлде советовать етпеймін. Өйткені YouTube'тың алгоритмдары ақымақ емес, оның барлығын біледі. Болашақта сіздерге аудиторияны тауып беруге, YouTube'тың рекомендациясына түсуге ол өте зиянын келтіреді. Маған көп адамдар консультацияға келеді, осылай мен сағаттар санын айналдырып монетизацияға қосылып алып едім, қазір айына $20 табамын деген сияқты. Егер осындай нәрселерді істейтін болсаңыздар, YouTube сіздерге аудиторияңызды тауып бермейді алгоритмдарын шатастырасыздар, біріншіден, екіншіден сіздерге болашақта просмотрлар берілмейтін болады. Сондықтан бұндай нәрселерге жоламаңыздар. YouTube'тың алгоритмдары сіздерге просмотрларды өздері алып келіп береді. Егер сіздер видеоның дұрыс оптимизациясын жасап, дұрыс өтетін темадағы видеолар салып отырсаңыздар болды, YouTube просмотр